Қоңыратчылар үшін зор жаңалық. Қоңырат районы орайына алып барушы автомобиль жолы реконструкцияланады һәм Қоңырат районының белгісі сыпатында заманауи даруаза құрылады. Президенттің 2025 жыл 1 апрель күнгі 132 салы қарары менен тастиқланған Қоңырат районын 2025-2026 жылдарда жедел комплексті рауажландыру бағдарламасы шеңберінде А380 халықаралық автомобиль жолының 873 километрден халық тілінде үстірт поворот район орайына алып кіруші һәм алып шығушы тикарғы жол құрылады. Һәм осы аймақта Қоңырат районы аймағына кіруші һәм шығушы белгі сыпатында заманауи һәм көркем даруаза құрылады. Бұнда қазіргі уақытта А380 халықаралық автомобиль жолының 871 километрден халық тілінде Найман повороты район орайына алып барушы бір тәрәплеме кіру жолы жабылады. Құрылыс һәм реконструкция жұмыслары осы жылдың ноябрь айынан басталуы режелестірілмекте. Бүгінгі күнде жойбар смета құжаттары тастиқланып, тендер саудалары өткерілу бойынша жұмыслар давам етпекте.